Елордада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты. Шара барысында ол еліміздің әскери жоғары оқу орындарының түлектеріне алғашқы офицерлік шен табыстады. Сондай-ақ курсанттарды ішкі істер министрі Марат Ахметжанов та құттықтады. Ол жас офицерлердің еңбек жолына сәттілік тіледі. Бүгін енді мынау рәміздер күні 30 жыл мерейтойымыз. Осындай мерекелі күні салтанатты түрде біздің біраз курсанттарымыз мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан лейтенант атақтарын алып, үлкен мынау құқық қорғау саласының ең бірінші қадамы жас лейтенанттарды бірінші шен алған күндермен құттықтаймын. Алғашқы офицерлік шенді мемлекет басшысының қолынан алу болашаққа нық сенім мен жігер бере түсті дейді өз әсерімен бөліскен жас ұландық жауынгер. Бүгін мен үшін өте айрықша күн, өйткені Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдық мерейтойында біздің жоғарғы бас қолбасшымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан салтанатты түрде әскери шен алу мен үшін үлкен жетістік деп санаймын. Және әскери оқу орнында 4 жыл білім нәрін беріп, бізді тәрбиелеп өсірген ұлттық академиясының басшылығына, оқытушылар құрамына және батальон командиріне үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр. Біз жас офицерлер болашақта Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрамында ел тыныштығын сақтап, аянбай қызмет етеміз деп сөз беремін. Ішкі істер министрінің қолынан шен алғандар да ел игілігі үшін қызмет етіп, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге уәде берді. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің Ахметжанов Марат Мұратұлының қолынан бірінші лейтенанттық шен алғаныма өте қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің 30 жылдығын толуына орай және осы жылы Қазақстан полициясына 30 жылдығын толуына орай осында ерекше күнде полиция лейтенанты атағын алу мен үшін үлкен мәртебе. Және де ең бірінші министрдің қолынан погон алу бұл біріншіден құрмет және екіншіден үлкен жауапкершілік. Осы маған артылған барлық жауапкершілікті ақтаймын деп сенемін. Ел қорғандарының қуанышын көруге ата-аналар да келді. Олар балаларына жарқын болашақ тіледі. Біріншіден Қазақстан халқын мына республикамыздың рәміздер күнінің 30 жылдығымен құттықтағым келеді. Алматы ішкі істер академиясының Есеболатов атындағы барлық ұжымына үлкен рахмет, басымды иемін. Осы жастар алған дипломдар құтты болып, әр уақытта еліне, жұртына адал қызмет етсін деп тілеймін. Әрбір Қазақстанның азаматы кіндік қаны тамған жерге маңдай теріде адал тамсын деп тілеймін. Салтанатты шарада ант беріп погон таққан қыз-жігіттер енді полиция қатарында еңбек ететін болады.